Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Дарын KZ. Бүгін біз өте қызық нәрсе салатын боламыз, және де ол ең мықты постройкалардың бірі. Мына тұрған армияға ұқсас. Видеоны өткізбей соңына дейін көріңдер достар. Біз бүгін сарай салатын боламыз. Енді бізде база да бар, армия да бар. Енді бір неге сарай сап қоймасқа деген бір ой келіп тұрды. Енді сарай салып тастау керек. Давай достар, осы видео 50 лайк баспасаңдар, мен армияның екінші бөлімін шығарайын. Қазір біз киркамызды алып алайықшы. Өзімізге керек заттардың бәрін осы жерге қойып алайық. Бұл айтпақшы достар, біздің қазақтың найзасын Майнкрафтқа қосқан. Бұл да өте әдемі. Сен неге сыртта жүрсің? Bir аттан айырылып қалайын дедік қой. Қазір бір туннельге түсеміз денер. Сол туннельде өте көп тас жинайтын боламыз. Бізде бәлкім тас бар шығар деп ойлап тұрмын енді. Білмеймін әзір. Біздің сандықтарда тас бар ау деп ойлап тұрмын. Қазір көретін боламыз достар. Видеоны соңына дейін көріңдер. Негізі бұлар онша толмаған ау деп тұрмын. Тас бар екен. Бірақ бұл жеткіліксіз. Күрек бар ма? Күрегім қане менің. Сыр күрек алайын. Ой, бұл да болмайтын күрегі. Айтпақшы, бізде алмаз бар екен. Алмаз не керек? Оппа деп жасап ала салмаймыз ба? Жер тегістейміз, тас қазамыз. Мыналарды пешкеге салып кетейік. Мына жерге көмір салып тастағанайым. Достар, өкінішке орай бізде көмір жоқ, қазір көмір әкелемін. Достар, мен айтпақ көмірді жинап келдім және неға салып қойдым. Бізге жалпы булыжник деген керек, қатты керек. Достарымның үйінде бар болуы мүмкін. Қазір оны да көріп келетін боламыз. Мыналар қазір қайнай тұрсын. Біз бұл тасты қайнатып, басқа тас істеп кететін боламыз. Әйтеуір менің достарымның үйінде тас жетеді деген, ағаштар жетеді. Тез. Көмір өте, бізде пешка керек еді ол көп. Жарайды, кезік деп сөйтіп тұрамыз ғой. Достар, мыналар қайнай берсін, біз тағы да не істесек болады, тағы да пешкалар сызып қоямыз ба? Бірақ үйдің сәнін құртқым келіп жатқан жоқ ше. Осы жерде, дәл осы жерде қайнай берсін, басқа үйлерде де болу керек пешка. Достар, мен қиналмас үшін жерге де пешкалар сызып қойдым. Осы жерге тастар салайық. Барлық тастарды әшейін қайнатады, жетеді. Даже 4 орын бос қалды ғой. Ар жақтағы нелер қазір боқпаған шығар енді. Біз бұлар қайнағанша
жер текстейтін боламыз. Айтпақшы, мен бағана сандықта мен өзімнің зауыттарымды тастап кеттім. Осыларды ал болу керек. Элитра бізге керек. Қайнай берсін да, біз бір жерде істейміз. Армияны жер сияқты теп-тегіс қылып тастау керек қой. Бірақ жер таппай жатырмын. Давай дәл осы жерге салатын боламыз. Жоқ, неғама. Давай көрейік, осы жерлерге ма салайық. Салсақ болды емес пе бізге? Негізі тегіс жер көп, бірақ сәл көп уақыт отырып қаласың да бей уақыттарда. Осы жерлерге сала берейік, мына жерлер әдемі екен. Жағаласпашы, жалмауыз екен ғой. Осы жерлер тегістесек болды ғой. Қалған жақтар нормально деп ойлаймын. Сәл жерлерді тегістей жеріміз ол. Болды. Жерлерді тегістей жеріміз. Қатты үлкен қылмай қоямын деймін. Қатты үлкен болса, сәл болмай қалады. Достар, бүгінгі бөлімде біз сарайды бітіре алмауымыз да мүмкін. Бәлкім келесі бөлімге қалдыратын шығармыз. Бірақ мен бәрібір де бұл сарайды істеймін.
Сендерге көбінесе Roblox ұнай ма, әлде Minecraft ұнай ма? Комментке өз ойларыңды жазып кетіңдер. Біз енді 1.64 жер қалды. Бұл жетеді деп ойлап тұрмын. Жету керек. Енді біз өзіміздің қайнап жатқан тастарымызды алып келейік. Біраздан жиналып қапты. Бұл тастар қайнай береді. Біз арғы тастарды алып қайтамыз және де сала беретін боламыз. Бізге осы тас жетіп қалады деп үміттенемін. Сонша жай қайнап жатыр. Или мен алысқа кеткенде жай қайнай ма өстіп. Бірақ разница жоқ. Бұл серверде отырсам болды. Бұларды енді біз осындай айналдырамыз. Тек мынандайдан жасақ әдем болмай қалады ғой, сондықтан осындай блоктан істейтін боламыз. Бүгін жалпы сарайды қоршап тастайтын боламыз, ал келесі бөлімде бір ішіне зәулім бір патшаның отыратын тағы болады, сондайлар істейміз. Іші сәл кішкентай болып қалады деп ойлап тұрмын. Бізге жаңбыр кедергі жасамау керек. Дәл осылайынан кетеміз және мына жаққа да қоямыз. Айтпақшы достар, видеодан байқап жатқан шығарсыңдар, менің қыпым өте көп. Бұл жанды мен қалай істегенімді білгілерің келсе, лайкты аямай басыңдар. Лайк бассаңдар, жүрек қой, себебі менің жаным үстіп көтеріледі. Давай онда келесі бөлімде айтайын оны құпия команданы. Бірақ жамдығын жаман одан да көп болуға болады. Просто мен экранның жартысын алып отыр деп көп істемедім жанымды. Не қылам деймін, экранның жартысын алып еще PvP-да бізде болмайды. Бізге тас жетпейді әзірше. Тас
жағынан уайымдамасақ болады, оны өзім шешіп тастаймын. Айтпақшы болса, бізде қаламсыздан серверде кім ойнайды жазып кетіңдер. Бірақ қаламсыздан бұрынғыдай қызық болып жатқан жоқ, себебі бұрында дамитынбыз, үй салатынбыз. Ал бұл жерде тек бұзылмайды, еш жер бұзылмайды ғой. Давай онда мен тас әкелейін, давай. Достар, енді бізде тас көп. Қазір көрсетейін. Ана тастардың бәрі қайнапты. Біз соларды алып алдым. Нет, постройку салу оңай емес, бірақ та біз саламыз, сендер үшін салам, достар. Сендер лайк бассаңдар, мен сала берем ғой мен. Той тезірек істеп тастайын, видеоны қатты созып жіберген сияқтымын. Тезірек салайын. Нақымдарды сәл алып тастайын. Жетпесе тағы да тас әкелетін боламын. Әрине оларды тез әкеліп тастаймын. Достар, видео сәл ұзақ болып кетсе, 2x-қа көрсеңдер болады. 2x қылсаңдар, видео сәл қысқарақ болады да. Содан кейін видеоны көп көре аласыңдар. Либо керек емес жерлерін өткізсеңдер болады. Мысалы, мынандай текст берген жерлерім ұнамайды ғой, сондықтан не істесеңдер өткізіп жіберсеңдер болады осындай жерлерін. Дәл мына жеттен. Дұрыс кетіп жатырмын. Майнкрафт кімге ұнамаған дейсіңдер? Бәріміз балалық шағымызды Майнкрафт ойнап өткіздік пе? Достарыңмен, бауырларыңмен ойнап, қызықты сәттерді еске бір алып алмайсыңдар ма, достар?
Жалпы маған осындай видеолар ұнайды. Сендерге ше? Майнкрафт түсіру, сарай салу. Бізге тас сәл жетпей қалуы мүмкін. Бірақ бітіп қалдық қой. Қазір осымен сәл жауып алайық, есігін істеп қояйық. Кіретін жерін сарайға. Кейінгі бөлімде мынаның төбесінде бір шатыр сияқты кішкене болады, сондайды істейміз. Тас жетеді қазірше. Бітіп қалдық енді. Сыртына мұндайларын қойып қояйық. Бұл сарай әдем болу үшін керек. Жалпы зомбиларға қарап тұрамыз да жанына. Мен келесі видеоға дейін мына жерлерді алып тастайтын боламын. Достар, сәл мына жерлерін бүйтіп қояйын, сонда сарайдың сәні кіреді. Қазір біз сендер үшін оп-оңай, ал мен үшін көп уақыт. Оппа деймін. Достар, бізде мынадай сарай шыққан болатын. Іші мынандай. Іші кең. Осының ішіне енді бір мықты бір жерлер салып қоямыз. Видео ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңдер. Келесі бөлімде біз мына жерлерге әдем шатырын салып қоямыз. Сосын ішін безендіретін боламыз. Давай достар, лайктанды аямаңдар. Келесі бөлім 50 лайктан соң шығады.